Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында пісірілетін нанның рецептімен бөліскім келеді. Осының алдында каналда осы нандардың қалай ашытылатын, қамырының көтерілетінін көрсетіп кеткен болатынмын. Соны стрелкамен қазір көрсетіп өтемін. Бүгінгі пісірген нанымыз осындай керемет көтерілетін, тек қана суға айленген, дрожжға айленген нан, ешқандай сүт, жұмыртқа қосылмайтын. Уақыттарыңызды үнемдейсіз. Бұл жерде бір табада 2,5 бөлке нанның көлемінде нан, өте жұмсақ, дәмді нан. Егер де менің нан пісірудегі рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ішін қарап көріңіздер, өте жұмсақ, үлбіреген, тамаша нан. Ашаған қамырымызды өспін себелеп аламыз да, түсіріп, шамалы дуалап, домалақ формаға келтіріп аламыз. Домалақ нанның формасына келтіріп, табамызға саламыз. Сөйтіп оны 10 минутқа тағы да көтерілуге бетін жауып қойып қоям. Сосын осылай көтеріледі, табадан сәл жоғары болып. Обязательно солай жасау керек. Табаға сағаннан кейін 10 минут көтерілуге қойса, осылай болып көтеріледі, жақсы болып. Көтерілген қамырымызды бетін шамалы пышақпен өстіп тілгіте жібереміз. Пышақтың ұшын суға салса, қамыр жақсы тілінетін болады. Тілмей домалақ қып пісірсе де болады, бірақ қатты көтеріліп кетсе, бетінің формасы собақ болып қалады. Осылай тілшелеп аламыз. 180 градусқа пешке 45 минутқа пісіріп аламыз. Міне нанымыз пісті. Достар, егер де менің нан пісірудегі рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.